Ардақты әкемен аяулы анаға арнау. Әке, ана, еске аламыз жүздеріңді әр ақтаңда. Сіздер үшін дұға оқып жаратқанға. Бүгінде төрім менің ой сұрап тұр. Қол жайып, ұрпағыңда мол сұрап тұр. Мәңгілік мекендерің жұмақ болсын. Астарыңа мінгендерің пырақ болсын. Кім айтты, жалған мәңгі тұрады деп, бұл өмір беріледі екен бір-ақ рет. Әруағын сыйлап келген қол жаюға, ағайын, бәріңізге рахмет. Өтсе дағы талай жылдар арасында, қалсын деп өскелеңнің санасында. Ата-анаға бүгін дұға тілек арналады. Өмір жолы жыр шумақпен жырланады. Алматы, құшақ жайған барлық жасқа. Нархозда білім алу бақ еді ғой қонған басқа. Талапкер жас түлектің ортасында Дүкенбай әкемізде болған жаста. Есепші мамандығын игерем деп мақсат қойған. Біздің әке жас қырандай қанат жайған. Сол жылдар әкеміздің бағын ашты. Бақыт толы өмірге жолын ашты. Аяулы, Раушан атты анамызбен қол ұстасып, отау тігіп, жаңа өмірге қадам басты. Жас маманды жолдамамен аттандырды үкіметі. Гурьевке бас есепші болуды оған үкіметті. Атқарды бұл қызметін жас маманым, көркейтер үміті боп сол заманның. Еңбекпен әкеміздің әулеті де көркейеді, керегесі жанға толып кеңейеді. Шаңыраққа тұңғыш ұлы келген кезде, қуандық деп атын қойып, өрісі де көбейеді. Енді міне шуға оралу мақсат болды. Шеберлікпен атқаратын мансап болды. Бас есепшісі қызметін атқарыпты, қаржылық мәселені басқарыпты. Ал анамыз ұстаз болды, ардақты да білікті. Жас ұрпақтың санасына құйып әркез ілімді. Неміспенен француз тілін жан жағынан игерген, жас ұрпақты тәрбиелеген білімді. Шаңырақта бесеу болды, ағалы мен інілі. Әкесінің толып жүрді оған әркез көңілі. Көштің басы аға болса қуандық, періштесі тілеп жүрер амандық. Артынан ерді мөлдір атты гүл қызы. Одан кейін дана дейтін қызығы. Қалыспай келді баласы ақай үңгәләп. Томпаңдады бала шаға тәй-тәйләп. Енді міне сүйіндік келіп өмірге, қуанышты хабар тарап өңірге. Осылайша өтіп жатты өмірде, еш қаяуын түсірместей көңілге. Бірақ қайтем, өмір неткен қат дедің. Қайғы неткен удай аш едің. Кім ойлаған жалған өмір өтерін? Кім ойлаған бәрімізге суық хабар жетерін? Асыл әкем, жасқа таяп келгенде, қиындықтың бәрін күшпен жеңгенде, балаларының қылығына тоймай жүргенде, Алла әкетем десе адам көнгенде. Әке, сен кеткенде анамызбен 5 балаң да қиналды. Қиналса да өсиетіңді орындауға ширады. Міне бүгін болса екен деп рухың, әке, иманды, тілекші жұртың Құран оқып,
еске алуға жиналды. Әкешім, жоқ болсаң да асыл ана шаңырағыңды құлатпады. Суықтардан қорғап бізді жылатпады. Еңбек етіп жеткіземін деп балаларын бөгденің босағасына қаратпады. Қиналса да жан сырын айтып тіс жармады. Бар өмірін асыл ана тек біздерге арнады. Оқытып әр баласын қанаттыға қақтырмады, тәрбиелеп тұмсықтыға шоқтырмады. Қиналған сәттерінде жан анашым, хатында сізге жазған сағынышын. Ол хаты жазылғанмен жолданбады, сәл ғана басылыпты сағынышы. Осылайша өмір жылжып кете берді. Балалары белестерге жете берді. Балалары анасының қабағына қараған және соның қызметіне жараған. Ол қызының бәрі есейіп жетілді. Біраз шама уақыт өтіп арадан барлығы да текті туған жан еді. Аяулананы бақытына балаған. Текті болмай кім болады ол қызы? Үлгі алған соң Дүкенбай атты әкеден, үлгі алған соң Раушан атты анадан. Балалары ешбір жауға алдырмай, білім алды, бастарын құрдал қылмай. 5 баласы жетелі боп өседі, ата-анасын еш ұятқа қалдырмай. Қайғартынан қуанышта көрді анашым. Үйлендіріп, қуан менен Рысжан атты баласын. Келін келіп, шаңырағың әке жайқалды. Немере сүйіп анашым да марқайды. Жасыл ана, әке сіздің тұяғыңыз. Шежірені жалғастырар ұрпағыңыз. Қызықтады қылықтарын бұл баланың, алданышы болып жүрді ол ананың. Одан кейін сәукеле киді мөлдір қызы. Анамыздың қимастыққа толды жүзі. Балаларға ақ батасын беріп төрде, тойын да көріп кетті оның көзі. Әкелді қызыл диплом әр баласы. Қуаныштан жылап әргез жан анасы. Данада оқуын тәмәмдаған. Қызыл диплом еленген маман болған. Артынан қызықтады ұлдарының жемісінде. Ақай менен сүйіндіктің талаптары кемісін бе? Олар да үлгі алып әпкесімен ағасынан озат болып шықты қатарының арасынан. Осылай жылжып жатты өмір атты кемесі. Баласының алда еді талай жетер белесі. Көрем деп талай қызық қуанышты, жиен менен немересін жұбанышты. Жүргенде баласының ортасында шаңырағы орны толмас қайғы құшты. Өмір заңы қатты ғой, ажал келіп есігіңді қақты ғой. Пенделердің ішінен өлім сені қалап алып тапты ғой. Шаңырағымнан сені суырып алды ғой. Төрімдегі орның ойсырап қалды ғой. Не қылайын? Жаратқанның құдіретіне көнеміз. Жаның сенің жұмақта деп сенеміз. Жаратқаным, қабыл алшы дұғамды. Рахым беріп қыла көрші иманды. Әкемізді әлі күнге қимаған, Аллам берші ұрпағына шыдамды. Асыл ана, сені көріп,
әкеміз күлімсіреп қарсы алды ма? Қосағың қасыңыздан табылды ма? Әкеме жан сырыңды шертіп енді, сағынышың оған деген басылды ма? Бізді ойлап, әке, ана, уайымдама. Бізде бар сіздер берген пайымдама. Иманды құйып әргез санамызға, тәрбиеңіз жалғасуда баламызға. Тік тұруды бізге үйретті ана жүрек. Есейтті өмір заңы біздер терек. Егілген махаббатпен түйір дәннен, бүгінде өсіп өнді 5 бәйтерек. 5 бәйтерегің биік ұстап шаңырағыңда, еске алуда торқайтып бүгін топырағыңда. Көкпар беру арман еді анамызға, сол арман өсиет боп жазылды ғой санамызға. Бүгін міне сол арманың орындалды. Бүгінгі ас, көкпар, күрес әруақтарға арналды. Анашым, ұрпағың орындады қалауыңды. Әкешім желбіретіп төріңде жалауыңды. Аталарға үлкен асты беріп міне, аяқтап жазылмаған тарауыңды. Өтіп жатыр, уақыт деген тұрмайды ғой уысымда. Ұмытпайды балаларың, туысыңда. Өмір деген жылжыса да өкінішпен, сағынышым, әке, ана, сізге деген суысым ба? Сағынамыз алақаныңды аялы. Сағынамыз көлеңкеңді саялы. Сағынамыз нұрлы болған жүзіңді. Сағыныштан көзден тамшы үзілді. Асқартау әке, адал жар, білікті көшбасшы, аяулы ана, өнегелі ұстаз, жанашыр бауыр, жақсы көрші, барлық жақсы теңеулерге лайық болған Жұматайұлы Дүкенбай әке, Ізғали қызы Раушан ана, жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.